Армыздар құрметті Бағдар арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздерге Қазақстанның топ 10 банкін тізіп беретін боламыз. Рейтинг көрсеткіші депозит, несие, акция, меншік бағасына қарай жасалған. Топтамада олмен қоса банк үлескерлері жайлы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Топ 10. 10-шы орында Қазақстандағы Қытай банк акционерлік қоғамы орналасты. Басқарманың төрағасы Цин Жиду, Қазақстандағы Қытай банкі 1993 жылы Bank of China Limited, Қытайдың бүкіл материгінде және әлемнің 51 елінде қызмет көрсететін халықаралық әртараптандырылған банк болып табылатын компанияның кіші компаниясы ретінде құрылған. Банктың активтері 2022 жылдың қорытындысы бойынша 551 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылға қарағанда 21% артық. Банктың елімізде тапқан пайдасы 16 миллиард теңгені құрап отыр. Топтың 9-шы орны Банк РБК акционерлік қоғамына тиесілі. Басқарма төрайымы Наталья Кентеева. Банк РБК 1,98 триллион теңге активтермен Қазақстандағы 9-шы ірі банк болып табылады. Бұл бір жыл бұрынғы қарағанда 56%-ға артық. Бұл банктың таза пайдасы өткен жылы 14 миллиард теңгені құраса, биыл 38,6 миллиард теңгені құрап отыр. Банк РБК акцияларының 89%-ы КСС Финанс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Ал ол серіктестік Forbes Қазақстанның ең бай бизнесмендер рейтингісіне бірінші орындағы Владимир Кимге тиесілі. Топ 8. 8-ші орында Алтын банк акционерлік қоғам тұр. Басқарма төрағасы Марат Әлменов. Алтын банк активтері 2022 жылдың қорытындысы бойынша 981 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылға қарағанда 52%-ға артық. Бір жыл ішінде 24 миллиард теңге табыс тапқан. Бірақ та Алтын банк акциясының басым бөлігі, нақтырақ 60%-ы қытайлық екі банкке тиесілі. Ал қалған 40%-ы Қазақстан Халық банкі акционерлік қоғамына тиесілі. Топ 7. 7-ші орында Жусан банк акционерлік қоғамы. Басқарма төрағасы Нұрдәулет Айдосов. 2020 жылдың желтоқсан айында Жусан банк АТФ банк акционерлік қоғамның акцияларының түгелдей дерлік сатып алған болатын. Нақтырақ 99%. 2021 жылдың ақпанда қалған майда шүйде акцияларды сатып алып, қыркүйекте қосылу процесін аяқтады. Солайда Жусан тобы Ресейдің 19 аймағында 179 филиалы бар Азия тынық мұхиты банкін, АТБ банкін 100% үлесін сатып алды. Осы жылдан қорытындысы бойынша Жусан банк активтерінің көлемі бойынша 2,184 триллион теңгені құрап отыр. Жылдағы таза пайда 82,5 миллиард теңгені құрады. Дегенмен 2023 жылдың 1 сәуірдегі жағдай бойынша банк акциясының 78%-ы First Heartland акционерлік қоғамына тиесілі болса, қалған 20%-ы Forbes Қазақстандағы ең бай бизнесмендер рейтингісіне 18-ші орында тұрған Ғалымжан Есеновке тиесілі. Топ 6. 6-шы орында Еуразия банкі акционерлік қоғамы. Басқарма төрайымы Ләззат Сәтиев. Еуразия банк биыл рейтингтің өткен жылға 10-шы орыннан 6-шы қатарға бірақ көтерілді. Бір жыл ішінде оның активтері 2021 жылға 1,142 триллион теңгеден 2,136 триллион теңгеге бірақ өсті. Жыл ішінде берілген несие көлемі 60%-ға өсіп 1,115 триллион теңгені құраған. Банктың таза пайдасы бір жыл ішінде 82,6 миллиард теңге. Ал банк акцияларының 100%-ға дерлігі Еуразия қаржы компаниясы акционерлік қоғамына тиесілі. Ал акционерлік қоғамның түпкілікті басшылары Forbes-тың ең бай бизнесмендер рейтингісіне 7-ші орында тұрған Ибрагимовтер отбасы. Топ 5. 5-ші орында Forte банк акционерлік қоғамы. Басқарма төрағасы Бекжан Пірматов. Биыл Forte банк өткен жылмен салыстырғанда 5-ші орынды сақтап қалды. Банктың активтері 2,9 триллион теңге. Таза пайда өткен кезеңдегі 60,4 миллиард теңгеден 92,9 миллиард теңгені құрады.
2023 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша банктың негізгі 88%-ын Forbes Қазақстанның ең бай бизнесмендер рейтингісінде 6-шы орында тұрған Болат Өтемұратов және оның ұлы Әнуар Өтемұратовқа тиесілі. Топ 4. 4-ші орында Отбасы банкі акционерлік қоғамы. Басқарманың төрайымы Ләззат Ибрагимова. 2020 жылдың 20 желтоқсанда Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы Отбасы банкі болып өзгертілді. Банк еліміздегі жалғыз тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін енгізіп отыр. Бағдарлама тұрғын үй құрылысын депозиттеріне инвесторлардың ақшасын тарту және оларға тұрғын үй несиелерін беру арқылы халықтың өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған. 2022 жылдың қорытындысы бойынша банк активтері бір жылда 22%-ға ұлғайып 3,4 триллион теңгені құрады. Бір жыл ішінде банк бұрынғы 65,8 миллиард теңгенің орнына 96 миллиард теңге табыс тапты. Банктың жалғыз акционері Бәйтерек ұлттық басқарушы холдинг акционерлік қоғам болып табылады. Топ 3. 3-ші орында Банк Центр кредит акционерлік қоғамы. Басқарма төрағасы Владимиров Руслан. Банк Центр кредит акционерлік қоғамы былтырғы 7-ші орыннан биыл 3-ші орынға бірақ көтерілді. Оның активтерінің көлемі 4,35 триллион теңгені құрап тұр. 2022 жылдың қыркүйегінде Банк Центр кредит Альфа банктың бұрынғы қазақстандық еншілес ұйымын сатып алды. Қазан айында банк басшылығының орнына Ғалым Құсайымовтың орнына жаңа басшы Руслан Владимиров тағайындалған болатын. Осылайша банк меншікті капиталды 147 миллиард теңгеден 275 миллиард теңгеге дейін ұлғайтты. Банктың несиелік портфелі бір жылда 73%-ға, яғни 1,25 триллион теңгені 2,16 триллион теңгеге өсірді. Бұл ретте проблемалық несиелер көлемі 2,51%-ға төмендеді. Ал жыл ішінде банк өткен жылғы 18,7 миллиард теңгені 145 миллиард теңгеге дейін ұлғайта алған. Банк Центр кредит акционерлік қоғамның негізгі қатысушылары Бақытбек Бейсейтов, Forbes Қазақстанның ең бай бизнесмендер рейтингісінде 21-ші орында тұрған еншісі иеленді. Оның иелігінде 48%. Және Владислав Ли, ол да Forbes-тың ең бай көрсеткіштер қатарында жақсы орынға ілескен. Оның үлесі 11,16%-ға тең. Сонымен біз топ 2-ге келдік. 2-ші орында Қазақстан Халық банк акционерлік қоғамы. Басқарманың төрағасы Үміт Шаяхметов. Қазақстан Халық банк акционерлік қоғамы 2022 жылдың қорытындысы бойынша 13,9 триллион теңге активтермен елдегі ең ірі банк болып қала беретін болады. Алдыңғы жылғы бұл көрсеткіш 11,6 триллион теңгені құраған еді. Өсім 19%. Бұл еліміздегі бүкіл банк сектор активтерінің 31%-ын құрайды. Ал осы жылғы таза пайда 539 миллиард теңге. Бұл басқа банктердің жанында көшбасшы ретінде. Өткен жылдың желтоқсан айында банк Тәжікстан мен Ресейдегі еншілес компанияларын сатты. Бірақ Қырғызстан, Грузия және Өзбекстандағы өкілдіктерін сақтап қалған болатын. Банктың бағалы қағаздары кімнің қолында? Лондон қор биржасында Касте және AX-та саудаланады. 2020 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша банктың негізгі акционерлері Almex Holding Group акционерлік қоғамына тиесілі, яғни 69,52%. Ал Almex Holding Group'тың формалды басшылары Тимур және Динара Құлыбаевтар. Екеуі де Forbes Қазақстандағы ең бай бизнесмендер рейтингісінде нөмір 2-ші орында. Ал Халық банктың үлесіне ие болу деген сөз Халық банк Джорджия, Халық банк Қырғызстан, Теңге банк, Халық сақтандыру компаниясы, Халық Лайф, Халық Лисинг, Қазақ Телепорт сынды акционерлік қоғамдарға иелік ету деген сөзбен тең. Сонымен бірінші орында топ 1. Бәрімізге белгілі Каспий банк басқармасы. Басқарманың төрағасы Павел Миронов. Каспий банк биылғы жылғы тағы рейтингтегі көшбасшылығын сақтап қалды. 2022 жылдың соңында банк 5,9 триллион теңге активтермен Халық банкінен кейін 2-ші орынға шыққан болатын.
Банк Каспий KZ қосымшасы арқылы инновациялық қаржылық қызметтер мен өнімдерді ұсынады. 2014 жылдың қарашасында Каспий Шоп іске қосылды. Бағаларды салыстыруға және тауарларды несиеге сатып алуға арналған онлайн агрегатор. 2016 жылдың тамыз айында тұтынушылардың сатып алуларын бөліп төлеуді қарастыратын Каспий Ред бағдарламасы таныстырылды. Ал 2016-2017 жылдары Каспий Голд картасы бағдарламасы мен Каспий KZ қосымшасы жұмыс істей бастады. Ағымдағы жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша банктың 99% бағалы қағазы Лондон қор биржасындағы саудаланатын Каспий KZ акционерлік қоғамына тиесілі. Каспий KZ акционерлік қоғамның түпкілікті ірі акционерлері Forbes-тегі ең бай бизнесмендер рейтингісінде нөмірі 4-ші тұрған Вячеслав Ким мен Михаил Ламтадзеге тиесілі. Сонымен сөз соңында айтарымыз, Қазақстанда қанша банк болса да, олардың басым үлесі акционерге тиесілі екенін ұққан боларсыздар. Не болса да, байыса қазақ байысын. Сізде комментарияға қай банкте несие бар екенін жазып өтіңіз. Бұл топта орынға ие болған банктер өз орнына лайықты ма? Оны да қоса айта кетіңіздер. Осындай топтар қызық болатын болса, оны да қоса жазыңыздар. Басты лайк басыңыздар, комментария қалдыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал осы аптадағы біздің санымыз, тобымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар ағайын.